Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздер менен фигуралар, формаларды ағылшын тілінде қалай айтатынын үйренеміз. Бірінші, домалақ. Яғни, домалақ шеңберді circle деп айтамыз. Circle. Сопақша. Oval. Oval. Сопақша. Square. Square. Тік төртбұрыш. Куб. Куб. Кубик. Cylinder, 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 rhombs, rhombs, romba, parallelogram, 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 triangle, triangle, üçbұрыш, pentagon, pentagon. Bunun pentagon деп аударады, 5 түзу қабырғасы бар фигураны айтады екенбіз, pentagon деп. Hexagon. Hexagon. 6 бұрышты, 6 тік бұрышты түзу қабырғасы бар фигураны, форманы айтамыз. Heptagon. Heptagon. Бұл 7 бұрышты түзу формасы бар фигура. Octagon. Octagon. Бұл 8 бұрышты фигурасы бар формула, яғни сол фигура. Және nonagon. Nonagon. 9 бұрышты фигурасы бар, қабырғасы бар форманы біз nonagon деп атаймыз. Қайталаймыз. Nonagon, nonagon. 9 бұрышты қабырғасы бар. Octagon, 8 бұрышты қабырғасы бар. Heptagon, heptagon. 7 бұрышты түзу қабырғасы бар. Hexagon, hexagon. 6 бұрышты. Pentagon, pentagon. 5 түзу қабырғасы бар фигураны айтамыз. Triangle, 3 бұрыш. Parallelogram, parallelogram, parallelogram. Осы фигура. Rhombs, rhombs, ромба. Cylinder, cylinder, cylinder. Cube, cube. Square, тік төртбұрыш. Oval, сопақ. Және circle, домалақ. Жалпы осы алдағы уақытта сіздерге пайдалы болады деген видеолармен бөлісе отырамын. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Оқыған әрқашан озады, білімдінің күні жарық. Білімдеріңіз арта берсін. Келесі кездескенше